Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін тағы да мамамның рецептісі бойынша банк жабатын боламыз. Бұл рецептпен біраз жылдан бері жасап келе жатыр, сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бүгін сіздерге күздік салаттың рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Бұл салаттың ерекшелігі қуыруды қажет етпейді, және де барлық ингредиенттерді тура банкіге салып, сыртынан қайнатсаңыздар жеткілікті. Және де бұл салат уксуссыз жасалынады. Видеоны соңына дейін үзбей қарап көруге кеңес беремін. Біздің қазіргі турайтын ингредиенттеріміз сәбіз, капуста, чеснок, қияр, қызанақ, 1 штук, қызыл ащы бұрыш және тәтті болгар бұрышы қажет. Барлық ингредиенттер тазаланған күйінде есептелініп жазылған. Келесі кезекте осындай сельдерейдің жапырақтары қажет, пияз қажет, осы кинзамыз қажет және де укроптар қажет. Ең алдымен осы тәтті болгар бұрышын турап алатын боламыз. Видеода қалай көрсетіліп тұр, дәл солай турайсыздар. Бұны үлкенде ыдысқа салатын боламыз. Барлық тәтті бұрыштарды турап болдым. Келесі кезекте осылай тазаланған қызанақтарымызды видеода көрсетілгендей етіп турайсыздар. Бұл туралып жатқан қызанақтарымызды алдында туралып қойған тәтті бұрыштар бар ғой, соның үстіне саласыздар. Келесі кезекте осы қиярларымызды екіге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп турайсыздар. Бұны да қызанақ пен тәтті болгар бұрыштың үстіне саласыздар. Енді осы капусталарымызды тураймыз, екіге бөліп, қалай кесіліп жатыр видеода дәл солай кесесіздер. Кесілген капусталарды үлкендей ыдыс дайындап қойыңыздар, сол ыдысқа саласыздар. Пиязды да дәл солай жіңішке етіп тураймыз. Бұл туралған пияздарымызды жаңағы тәтті бұрыш, қызанақ, қияр салынған ыдыс бар ғой, соған саласыздар. Енді көкшептерді турайтын боламыз. Ең алдымен сельдерейді турап аламыз. Тек қана бізге жапырақтары қажет. Ұзынша қатты таяқшалары бар ғой, оны турамаймыз, тек қана жапырақтарын ғана тураймыз. Бұл туралған сельдерейді бөлек таза ыдысқа саламыз. Кинзаны да дәл солай турайсыздар. Туралған кинзаны сельдерейдің қасына саласыздар. Укропты да дәл солай турап, сельдерей мен кинзаның қасына қосасыздар. Енді сәбізімізді үккіштен өткізетін боламыз. Осылай ұзын-ұзын болып түсу керек. Бұндай үккіш кез келген үйде табылады деген ойдамын. Бұл сәбізді де бөлек үлкендей ыдысқа саласыздар. Енді чеснок пен ащы бұрышты тураймыз. Чеснокты дәл осылай ұзынша етіп турап, бұны да бөлек ыдысқа саламыз. Бұны турап болғаннан кейін ащы бұрышымызды ішін тазалап, видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Туралған ащы бұрышты чесноктың қасына саласыздар.
Мінекей достар, барлығын турап болдық. Енді үлкендеу таза дастарханымызға барлығын салып, тұзын салып, 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Ең алдымен капустамыздың барлығын саламыз ең астына. Одан кейін бар өкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Енді тәтті болгар бұрышы, қызанақ, қияр және пияз туралғандардың барлығын саламыз. Бұл кезекпен салынып жатқан ингредиенттерді жайып салмаймыз, бірінің үстіне бірін әдемілеп саламыз. Енді көкшөптерімізді бөлек ыдысқа турап салдық қой, соны салатын боламыз. Жаңағы кинза, сельдерей, укроп үшеуін. Сосын барып чеснокпен ащы бұрышты ең бетіне саламыз. Барлығын жаймаңыздар, бірін үстіне бірін салыңыздар. Енді 1,5 ас қасық қара бұрыш саламыз. Енді үстіне 10-15 шақты лавр жапырағын саламыз. Енді тұз салып шығамыз. Тұзды осылай айналдыра отырып салып шығатын боламыз. Мен 3 ас қасық тұз салып шықтым. Енді үстіне қыздырып май құятын боламыз. Бұл жердегі май менде сұйық май, кейбір жерлерде пісте май деп те атайды. Енді осы сұйық майымызды қатты қыздырып аламыз. Отта қатты қыздырып алып құятын боламыз. Ең бірінші осы чеснокпен ащы бұрыштың үстінен бастап құямыз, қыздырып, сосын барып жан-жағына айналдыра отыра құйып шығатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Астыңғысын үстіне, үстіңгісін астына сала отырып араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді ортаға қарай барлығын жинаймыз. Жинап болғаннан кейін осы дастарханымызбен жақсылап жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Өзінің қазір соғы шығып түсі сіңетін болады. Мінекей достар, 1 сағаттай тұрды. Қараңыздар, соғы әдемі болып шықты. Қараңыздаршы. Енді дастарханды ашқан кезде жақсылап ашыңыздар. Соқтарыңыз шетіне қарай ағып кетпеу керек. Осылай жинақы шетіне қарай бүктеп ашыңыздар. Енді осы салатымызды жақсылап араластырамыз. Алдындағындай астыңғысын үстіне, үстіңгісін астына сала отырып жақсылап араластырамыз. Мен алдын ала банкымызды булап дайындап қойған болатынмын. Сол буланған банкының үстіне осы ингредиенттерді өзінің соғына араластыра отыра банкімізге салып шығамыз. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса немесе пайдалы болған болса, төменде кері байланыс ретінде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, подписаться деген қызыл батырманы басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мендегі шыққан жаңа видеоны бірінші болып көре аласыздар. Барлығына осылай салып шығатын боламыз. Қақпағын алдын ала ыстық суға 20 минутқа салып қойған болатынмын. Мінекей барлығына салып болдым. Енді артылған соқтарын әр қайсына бір ожаудан құйып шықтым. Барлығына салып болдық, әлі қақпағын жапқан жоқпыз. Енді біз осындай ыдысқа салып, банкінің сыртынан қайнататын боламыз. Осындай 5 литр ыдысқа алып жатырмын. Мен де үйде бар ыдыспен жасап жатырмын. 5 литр ыдысқа кішкене су құйып, астына 2 қабаттап картон қағаз салатын боламыз. Су міндетті түрде мұздай болу керек. Ыстық емес, жылы емес, міндетті түрде мұздай су болу керек. Банкымыз сыйғанша ішіне банк саламыз. Менде 3 банк сыйды. Ауылдық жерде жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде үлкен ыдыс табылады сіздерде. Сондықтан барлығын үлкен ыдысқа бірден салып жасай беруге болады. Бірақ картондарыңыз шеттері банкінің бойымен бірдей болып салынып тұру керек. Дәл осы сәтте ішіне барлық банкіге аспирин салып шығамыз. 1 литр банкіге 1-3 штук аспирин саламыз. Мен аспиринді салып болғаннан кейін осылай пышақпен немесе шаңғышқының көмегімен қозғап жібереміз. Сол кезде ішіне қарай аспирин баратын болады.
Мінекей достар, дайын болды. Газымызға қойып, осылай салафанмен жаптым. Өйткені қақпағымен жапсам, ішіне ауа кіріп тұр, сондықтан ауа кірмеу үшін осылай салафанмен жауып, үстінен тағы жауып қойдым. Егер де сіздерде үлкендей ыдыс болса, қақпағы толықтай жабылатын болса, сонымен жасай беруге болады. Менде ондай ыңғайлы ыдыс болмады, осы банкін жабатын, сондықтан осылай жасауға тура келді. Мінекей 1 сағаттай қайнады. Қайнап болғаннан кейін алып бірден банкыны жабатын боламыз. Алған кезде бірінші кішкене осылай шаңшықтың көмегімен араластырып алыңыздар. Араластырып болғаннан кейін бірден банкыны жабасыздар. Егер де сіздерде үлкендей ыдысқа қайнатып жатсаңыздар, барлығын бірден бір-ақ рет қайнатасыздар. Ал егер де сіздерде менікіндей кішкентай ыдысқа жасап жатқан болсаңыздар, бөліп жасап жатсаңыздар, міндетті түрде суын ауыстырасыздар, суын мұздай су құятын боласыздар. Сыртындағы ыдысы да, кардоны да мұздай болуы керек. Сол қайнаған суға қайтадан салмайсыздар. Барлығын осылай 1 сағат қайнап болғаннан кейін барып қана қақпағын жабасыздар. Банкілеріңізді жауып болғаннан кейін жерге көрпеше төсеп, банкілерімізді төңкеріп, бетін көрпешемен жауып қойыңыздар. Банкіміз өз бабында суы керек. Мінекей достар, біздің күздік салатымыз да дайын болды. Алдында айтқандай маманың рецептімен жасадық. Бұл рецептпен біраз жылдан бері жасалынып келе жатыр. Тәжірибеден өткен рецепт, сондықтан қорықпай жасай берулеріңізге болады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Алда әлі түрлі рецепттер шығатын болады, сондықтан каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым.